айтыс сахнада сыр сөйлерінің сарқыты Нұрмат Мансұров, Қызылордадағы Мәдина Ералиева атындағы мәдениет үйінің директоры. Ақын. Нұрматпен айтысатын біздің ең жас шәкірттеріміздің бірі Райымбек Өтепов, Батыс Қазақстан облысы. Сырымдай сөзден қалқыбай қаяқа, қаймақ кілең жырымның тұлпарына жайдақ мінем. Атана деп толғанды жәкен ағам, алқа топта жүретін сайрап кілең. Жайықтың жағасына өлеңдегі қара көктің үйірін айдап кірем. Алыптардың жалғасы аманбысың, алашыма боп тұрған айбат кілең. Қайыр жандай тұлғаны ұлықтауың, рухыңның өшпеуіне айғақ білем. Ұлтымның тарихына үлес қосты, жұртымның өткеніне бойлап келең. Хасановтың жолына қылған құрмет, сауабы тұратын іс саулап келең. 12 ата байұлы жайлап жатқан оралым Алашқайғы аймақ білем. Намысым сынға түссе беріспейтін, беріштерім бар мұнда байбақты мен. Адай мен алашаның жөні бөлек, қаны бойда жүретін қайнап кілең. Сендер барда ешкімнен жасқанбай-ақ, жауымның кеудесіне байрақты кем. Осыларым тұрғанда алаңсыз боп, оралымның барында ойнап күлем айқаяқа. Ай, ай. Батысым дастаным ғой таусалмайтын, таныса кім бар оған тамсанбайтын. Айрықша халық тұрат бұл аймақта, жақсылығын жарияға жар салмайтын. Баладай аңқылдаған таза пейіл, мәртіпте алдарына жан салмайтын. Ашшылау болса дағы шындықты айтып, сөзінің арасына бал салмайтын. Сөздері ойлы қырлы боп жатса да, Құдай берген мінезден жалтармайтын. Жан жүрегі ел жүреп тұрса дағы, жақсы көріп тұрғанын айталмайтын. Осында бастарын қосылғанда дүрмекті анық, айтайық артығыңды міндетке алып. Жек көріп тұрсақтағы күле берер, осы күні алдық бір індет тауып. Қазақтың ер мінезін сақтап тұрған, сіздерге жасамаймыз құрметін ағып. Осы жақта тұрады шеттерінен, ешкімнен қорықпайтын дірдек қағып. Көңіл үшін өтірік біреулердің алдына түспей тұғын бүлкек қағып. Жақтырмай тұрғандығын кім-кімнің де бетіне айталатын бір бет халық айқаяқа. Ай, ай. Шайырлардың жырлары рух бергесін, жұртым-ау жүрегіңді жік бөлмесін. Жайықтың бар ақыны ыстық маған, еңкейтпей ұстап жүрген тік кеудесін. О баста тұсауымды баукен кескен, өлеңнің ашып беріп құт көмбесін. Талант ағамменен қатар жүрдім, радиода ортақ міндет жүктелгесін. Сыр бойынан осында қанша келсем, сыралғы жансаядай күткен досым.
Бауыржан мен Талғаттай бауырларым жырыменен жат қайтар жұрт термесін. Бір қауым ақыны бар жайық жұрты, білеміз рухыңның бүктелмесін. Қайсымен айтсам деп келіп ем, батыста жыр айтуды құп көргесін. Қарсы Райымбек шықты алдымнан, айтысымның ауылына жаңадан тіккен қосын. Осы жолы қазылар жұптап берді, оралдық ақындардың сүткен жесін айқаяқа. Ай, ай. Талантқа қарамайтын тыжырына, ес болған осы өнердің қыз ұлына. Ерманып бұл айтыстың генералы, сөзі тарих болып жатқан ізі мұра. Әкедей қаталдығы, қамқорлығы, сондықтан жығыламыз біз ығына. Жүрсін аға жап жаңа сарбаз міне. Жүрсін аға жап жаңа сарбаз міне. Даптайын қосылуға ұжымыңа. Бас қолбасшы қатарға қабылдаңыз. Әлі алда сызы, шыжығы, қызығы да. Емтиханнан өтсем деп ел алдында ефрейтер келіп тұр құзырыңа айқаяқа. Ай, ай. Айтыстың тоқтағанда бекетін ел, Райымбегің білегін жеке түрер. Сүткен жесі деп кезек беріп жатыр, Нұрматтай өлең елге өтетінер. Ол рас бұл жақтағы ақындардың кенжеседім жайым жоқ тек өкінер. Ассалау мағалайкым жайық деген ақын көрсе қуанып кететін ел. Қайыржан Хасановтай тұлғаларды айтысы дәріптеумен өтетін ел. Қолыны шыққан кезде қолдау беріп, өз ұлына жақсылық ететін ел. Өз ұлына жақсылық ететін ел. Мансұрып Нұрматтарды састыруға, кенжесінің өзі де жететін ел. Ау өлеңмен атқаннан соң таңдарымыз, бұл күнде айтыс болды таңдауымыз. Дәл бүгін сұмдық айтыс болып жатыр, ақынға толып кетті жан жағымыз. Көп ақындар жан жақтан келіп жатыр, ал оны бұл айтыстан аңғарыңыз. Танымал тұлғаларда келген екен, жайыққа қош кепсіздер ал бәріңіз. Жүрсін Ерман атамда келді міне, керек қой жақсыға жыр арнауымыз. Ефрейтер деп айтты ғой Нұрмат ағам, ефрейтер боп жансекен албағымыз. Уажыке есіңдеме 3 жыл бұрын жүргеніпке профессор боп барғаныңыз. 9 жас айтыскерді айтыстырып, 2 ақынды іріктеп алғаныңыз. Сол ақынның біреуі мұна менем әлесімде назарды салғаныңыз. Ресми шәкірт болып өзіңізге орындалып еді бір арманымыз. Ол кезде білуімше көктемеді, жырымызда жоқ еді жалғанымыз. Мені ұмытып қалдың ба Жүрсін ата, көптен бері бір хабар алмадыңыз. Айтыс деген жүргесін біз керуенде, ақын едік өлеңін тізгендемде. 3 жыл бұрын еккенден өнім берді, ілесіп алдындағы ізгерлерге. Бүгін міне отырмын алдыңызда, бізде бар өлең жырды сүзген кеуде. Бекерден жолықпадық жүге біздер, бекерден бір жүрмедік біз керуенде. Мезгілдіңде қарашы дөп келуін, алтын сәтті ұқсаймыз біз көргенге.
Көктемде маңдай термен салған егін, жемісін бермейді ме күз келгенде? Бисмилла деп жаныңа жайға салам, бұл жерде шаппағанда қайда шабам? Ассалаумағалейкум Нұрмат деген бойынан ақындығын жоймасағам. Өткенде Қызылордада жағдай бопты, айтайын Нұрматтайым бойласағам. Нәлібаев дейтұғын әкімдерің екен ғой өз жолынан таймас адам. Сол әкімің тойына баласының 200 миллионды тойға саған. Ел қиналып жатқанда бере алмаған, ол не деген қаражат ой жасаған. Сол кезде халық біраз шулап еді, себебі 40 миллион қайда саған. Ал бүгін Оралыма қарасаңыз, бұл айтыс емес жай жасаған. Қайыржан Хасановтың балалары бір ерекше айтыс қып әкесіне абырой деген алмақ пайда содан. Ақындарды алдыртып әр қиырдан таңданардай іс қылды ойлас адам. Ендеше Оралыма қош келдіңіз. Қош келдіңіз, бар тапқан таянғанын тойға саған. Әкесі балдарына емес, бірақ балдары әкесіне той жасаған. Ақжайыққа кеп қалды бар жақсылар, жақсыларды жайым жоқ ал жатсынар. Дұрыстап өзіңізге бұрылайын, сізді яқын шағылмас жаңғақ шығар. Оққан мамандығыңыз заңгер екен, жәбірленген адамды қорғап шығар. Бірақ айтыскер ақын болып жүрсіз, ақын болып жүруде зорбақ шығар. Заңгер болып айтыстан ағып жүрсіз, көп заңгерлер айтыстан аулақ шығар. Заңды жатқа білетін ағам едің, әрбір бабын біртіндеп талдап шығар. Бірақ та айтыссаңы мүлде бөлек, ақындары жырларын қамдап шығар. Мансұрып Нұрматпенен бірге айтысу мына маған едәуір салмақ шығар. Бірақ салмақ екен деп қайыспаспын, қарсыласты мен емес таңдап шығар. Аға менен қалыспай бірге шабу айтыстың заңдарында барбап шығар. Жайығымның намысын мен қорғаймын, онымды қолдамайтын жан жоқ шығар. Сондықтан аға менен сақ боп отыр, жайыңыз жоқ құр сөзбен алдап шығар. Ағаны сыйлау деген заң болғанмен, бірақ та жеңбе деген заң жоқ шығар. Ақындардан күтеді халық өлең, халықтың келісемін бәріменен. Ата заң өзгергенмен ал айтыстың заң өзгермейді деп айтам бәріне мен. Болмай қалған заңгерім не дейді екен, бірдеңе күтіп отыр тағы менен. Ендеше кезегіңді ұсынайын айтыстың үйреншікті заң менен. Жап-жарық қарағандай айқай-ақау, таңнан ұшқын, Райымбек келетіндей самғап ұшқын. Баланың талабына қол соғайық, өлеңін таусалмай тұр толғап үшкін. Біресе ата біресе жүкедейсің, оттай болып шашырап ойдан ұшқын. Генерал іздемет деп тисе кеттің, жұлқынып жараутайдай жолға түстің. Ұрынып тұрғаныңа таң қалмаймын, сыймай тұрған шағы ғой бойда күштің. Қара төбе баласы шахар екен, ақырын алла білет алдағы істің. Сақтанып айтсайын інім менен, жүлдегері болсам да сан жарыстың. Оралдың ұл мен қызын білеміз ғой, не екенін білмейді қорғаныстың. Бұл аймақтың тышқандай баласы да жонын шымшып ойнайды жолбарыстың айқай-ақау.
енді әрі ойырғасын, өлеңін сұйылтпасын, қоюласын. Бұл Райымбек ойынның баласы ғой, сөзінде әзіл басым, ойын басым. Айналаңа зерделеп қарай білсең, тыныш емес айдаһар аюдашын. Украин мен Ресей соғысуда арадағы мәміле жойылғасын. Әзербайжан бомбылаған армияндар білеміз кек алуға тайынбасын. Қырғызға басып кірді Тәжікстан, қаншама төгіп жатыр қауым жасын. Ал сен болсаң әкімнің тойын айттың, кемесі деп тұрсың ау қайырласын. Қызықты көп көрмейік, күндемейік, жас балалар тоқтыққа тойынбасын. Балалары әкесіне той жасаса, көпшілік ұлағат деп пайымдасын. Әкесі баласына той жасаса, 1000 жылдық салт екенін мойындасын. Айналып келгенде сол нәті той ғой, дастархан жақсылыққа жайылғасын. Азаппенен соғыстан аулақ қылып, қазақты Құдай тойдан айырмасын. Айқаяқ ай, сөзіңнің жарасып тұр тұз көрмегі, әпәдемі деп айтам із көрнегі. Заңгерменен айтсың үйлеспейді деп, айып қып інім оны тізген беді. Түгелдей басқа сала адамдары, ақындардың санасаң 100-ден көбі. Айтысты оқып алған кейінгілер жүйеленіп жалғасып ізгеруені. Ол үшін жүрсін дөйін ағаңыздың белгілі жүгіргені, ізденгені. Айтыскерді оқытып алайық деп, екінің бірі ақын боп жатқан жоқ, 1000-нан тұлпар жүйрік шығат 100-ден деді. Жүргеніп те арнайы бөлім ашып, осындай бір жол қалсын бізден деді. Біздің кезде болмады ондай оқу, ондай арман бұрылып жүз бермеді. Сонан соң заңгерлікке ауып кеттік, кешіккен жолаушымыз бізге руені. Мамандығын жүкеңдер ашып берген, сендер бақыттысыңдар бізден көрі. Айқаяқ ай, бауырды беттен жасқар ермегім жоқ, кезек берсем тұртағы сөйлегін кеп. Жан жақты ұл екенсің байқауымда, жетөнерден айтпасем кенде жүр деп. Күреске машықтығың бар екен ғой, боз кілемде болсыншы жеңгенің көп. Әуезді әндерге де құмартқансың, жаралы жүректерді емдегін кеп. Мінекей ақындыққа бел буыпсың, жаныңның бір қалауы терме жыр боп. Қайыржан Қасановтың қалпын берсін, халқыңа сіңетінде еңбегін көп. Ескендір Хасанғали даңқын берсін, төбесіне көтерер ел қадірлеп. Аталарың жолынан айнымасаң, жасарсың елге құрмет, жерге құрмет. Қара төбеден шыққан перзенттердің қара жерде қалғанын көргенім жоқ. Айқаяқ ай, айтсым қар өлеңнің қазанысың, ақындар жыр айтпайды мазақ үшін.
бойдағы әрбір қырым жайлы айтқанда ағасы дей алмаймын назалысың. Мақсатым ел жағдайын жоғарыға жеткізу, жырмен мұңын ғазалысын. Елімнің ертең үшін еңбек етіп өтті ғой Хасановтай әзарысым. Тірімде мен солардай еңбек қылам, өлімді жазмышыма жазадышын. Арманым жоқ Қайыржан атам ұқсап, қайырлы жан боласам қазақ үшін. Едіңіз қара өлеңнің сіздергері, сіздерден жүрмейміз ғой бізделгері. Бізден көрі бақытты жансыңдар деп ағамыз жауаптарын тізгенбеді. Бірақ ол ойыңызбен келіспеймін, мамандық деп соқпаймыз біз кеудені. Мамандығым айтыскер болса дағы айтысқа анда-санда бір шығамын, ақындардың болсам да ізденгені. Сіз болсаңыз айтыстан қалмай жүрсіз, ілестіріп доданың жүзгеруені. Заңгер болып айтысқа күнде шыққан сіздер бақытсыздар бізден көрі. Тектілікті сіңірген тұла бойға тұрады Қайыржандай ғұлам ойда. Тыным таппас еңбекқор жан болыпты, мұндай кезде келмейді күмән ойға. Алашорда тарихын зерттепті дегендей ұрпақтарым сұрамай ма? Көп тұлғаның еңбегін дәріптепті, көптеген дәлелдер бар бұл орайда. Ән мен күй жырларды да зерттеген, бағыт беріп көптеген тұман ойға. Соның бәрін ескерген балалары қол қосырып бостан-бос тұралай ма? Ауданға жарқыратып музей салды. Ағайын қанық болсын мына жайға. Қайыржан Хасановтың атындағы сол музей бар халыққа ұнамай ма? Ішінде еңбектері қалғанымен санамыздан өшкен жоқ бір алайда. Мұраларын қалдырып ұрпақтарға өзі де айналды бір мұражайға. Бүгінде арайланып таң күліп тұр, сол таңыңды тұлғалар мәндіғып тұр. Атамыз бір жағынан ақын бопты, ол секілді ой айтпас әркім ұтқыр. Бірнеше өлеңдерін оқып едік, оқысаң кететіндей жанжылып бір. Көптеген кітаптардың автор еді, өлмейтін еңбектер ғой мәңгілік бұл. Қайыржан айтты деген әңгіме көп, ал оны еңбектері бар қылып тұр. Еңбекпен өлмейтұғын сөз қалдырған атамызды еске алсақ заңдылық бұл. Себебі дәл осындай нартылғалар артында біраз нәрсе қалдырып тұр. Өздері жер астында жатқан менен, сөздері жер үстінде жаңғырып тұр. Жақсы ғой Қызылорданың адамдары, жақсы деймін, бар бірақ жаман жағы. Кеше Қаратөбеге барып едік, желбіреп ақындардың жалаулары. Көбісі Қайыржандар туған жерге бармасақ ұят болар деп алаңдады. Қаратөбеге тамсанып кетті бәрі, бұрында тимегесін табандары. Біздің ел қонақтарды күтіп алып, меймандарға сый беріп ән арнады. Сол кезде Нұрматаға көрінбедің, ініңіздің күткенде Нән ауданы. Шалқайып бүгін таңда әрең келдің, жалғыз ақын секілді ғаламдағы. Кішкене ерте келсеңіз болады ғой, күтетін халық бар деп Оралдағы. Сіз түгіл жүкеңдерде бар демес пе? Тарих қызықтырып даламдағы. Ағайын бұған енді не дейсіздер? Бұл менің өз ойым ғой санамдағы. Ерманов таяғымен барған жерге, Мансұров аяғымен бара алмады.
бұл үнім айтып жатса тосқанын көп. Қылайын мен өзіңдей жасқа құрмет. Қаратөбе ауданына бармадың деп, отырау бір сойқанды бастағың кеп. Оралға бүгін таңда зорға жеттім, келіп тұрып баруға қашқаным жоқ. Апарам десең інім қосындамын, айтыстан соң асығыс жоспарым жоқ. Қаратөбе дегеннің ата демі, жайсаң ел жоғар еді, жотал еді. Көлігім орта жолда бұзылып қап, жүрісінен жаңылды өте демі. Жүрсін аға мен барсам өкінбесем, үлгі қой қайыр жандай ата жолы. Көшелі ер тудырған елді көріп, көңілім шаттық дәмін татар еді. Нәсіп болмай қалды ғой амал қанша, барудың түскенімен сәт әдемі. Сен сапсау аяғыңмен бармадың деп, қайтадан қыла көрме қапа мені. Еңбектеп барсам дағы айналайын, еңбегім қайтатын ақ сапар еді. Айқай ақау, ай, ай. Бұршақтап жыр төгілсе таңдайыңнан, хабар беріп тұрмаған хал жайыңнан. Райымбек іркілместен тарта берші, тартқылап не қылайын шалғайыңнан. Бұйырса жұлдыз болып жанасың ау, бір жарық көріп тұрмын маңдайыңнан. Жасым үлкен деп несін бәлденейін, өзімді осы жолы сәл бөгейін. Оралдың келешегін көргендеймін, құшақтап бауырымды қол берейін. Тұсауыңды мен кестім ағаң болып, тәтті өлең төге берсін бал көмейін. Болашағың бүгіннен байқалып тұр, алдыңды кеспе енді жол берейін. Айқай ақау, ай, ай. Жаратқан тарқатпасын базарыңды, жаман атқа бұрғызбай назарыңды. Оралдың жұртосымен қош болғайсың, шаттық шарпып тұрса екен ажарыңды. Өткенде өрт қаулады даламызда, азда болса сезіндік аза күнді. Бар аймақ жәрдемінен аянған жоқ, Қостанайға қолдарын соза білді. Осы айтыста билет құнын сонда аудармақ, батыс жұрты көрсетіп ғажап үлгі. Сілкініп алға бассын Қазақстан, нәсіп қып таңғауадай тазаруды. Тәуелсіздік тұғыры бекей берсін, тойда ғана қайнатып қазанымды. Жаратқан жаббар хақтан сұрайтыным, алыстат алапатпен азабыңды. Ұйтқып соққан сақташы, ұйтқып соққан дауылдай қызыл өрттен, сақтай көр қарармандай қазағымды. Айқай ақау, ай, ай. Ағамыздың бұл тілі алмас екен, әнің тек биіктерге самғас екен. Жол берсеңіз алам ғой, әңгіме жоқ. Райымбекті қолдайтын Аллас екен. Райымбек тек Нұрматтың ғана емес, бабалардың да жолын жалғас екен.
Сенің жол беріп бара жатқаныңды қазыларым дұрыстап аңдас екен. Жол беру ол әшейін тактика деп баяғы әдетіне салмас екен. Нұрмат ағамыздың жол бергеніне қазыларым жол бермей қалмас екен. Жақсы, Райымбек. Ақындарға ағамызбен қалайша өш боламыз, өш болмай керісінше дос боламыз. Мен де сізге айтайын тілегімді, тілек айтудан қалай жасқанамыз. 5 баланың әкесі едіңіз ғой, жүріп тұр әке деген системаңыз. Қайыржан атамның да 5 ұлы бар, мәліметтен қалайша кеш қаламыз. Бір ұлыңыз болсыншы, сәбиттей болсын деймін, бір балаңыз. Еді ғой, ел білетін естағамыз. Бір балаңыз ғабиттай болса деймін, сонда ғана түспейді еш бағаңыз. Бір балаңыз Сәтжандай болсын деймін, болашақта етердей достараңыз. Бір балаңыз Нұржандай болсын деймін, елеулі боп жүретін көштен ағыз. Ержан ағамдай болса бір балаңыз, боладау ел көлесін қосқанабыз. Тарихтың бір бетінде қалыңызшы, елеулі боп тұратын естен ағыз. Құдайым берген өмір мәңгі емес қой, сізді де бір күндері еске аламыз. Де бір күндері еске аламыз. Менің немерелерім айтыс екен, сізге айтыс жасағанда 5 балаңыз. Рахмет. Райымбек